Қайырлы кеш, қадірменді телекөрермен қауым, әр мемлекеттің азаттығын айқындап, егемендігі мен елдігін паш ететін негізгі нышандар мемлекеттік ту, елтаңба мен әнұран екені белгілі. Бұл ретте осыдан 22 жыл бұрын тәуелсіз қазақ елінің мемлекеттік рәміздері алғаш рет заңмен бекітілді. Осыған орай бүгінгі хабарда ел тәуелсіздігін білдіретін символикалық белгілер туралы не білеміз? Көк байрағымыз, елтаңба мен әнұран туралы түсінігіміз қандай деген сауалдарға жауап беруге тырысамыз. Студия қонағы танымал түрколог, филология ғылымдарының докторы, профессор, халықаралық Кемал Ататүрік атындағы Тарих академиясының академигі Қаржаубай Сартқожалы. Қаржаубайға студиямызға қош келдіңіз. Рахмет. Ең алдымен осы бүгінгі атаулы күнмен өзіңізді құттықтауға рұқсат етіңіз. Енді елдің өткеніне үңіліп, тарихын зерделеп жүрген азамат ретінде сізден сұрағымыз келіп отырғаны, ең басты осы рәміз деген сөздің түп тамырын, мағынасын анықтап алсақ алдымен. Дұрыс, енді бұл рәміз деген сөз бізге мына араб парсыдан келді ғой. Рәміз дейміз, нышан дейміз, бұл енді негізі бұл түрік сөзі емес, араб парсы сөздер. Дегенде бұны көк түріктен бұрынғы дәуірде де тас бетінде жазылған жазуларда тоғырақ дейді. Тоғырақ белгі. Тоғырақ белгі, белгі деген. Тас бетінде сол орқын ескерткіштердің барлығында белгі деп жүр. Белгі. Енді о кездегі көк түріктердің жаңағы белгісі мына елтаңбасы. Күлтеген ескерткіштің басында тұр ғой, мына тәуешік. Неге тәуешкін алды? Неге тәуешкін? Бұл жаңағы көк түріктердің қан ұрпағы. Көк түріктерде билеуші тайпа, тек тұрпақ, билеуші тайпасы қыпшақтар болған. Сол қыпшақтардың қан ұрпағының ақсүйектерінің жаңағы елтаңбасы тәуешік. Тәутеке. Неге дейсіз ғой? Бұны қалай алды? Бұл бірінші көк түріктер, көк деген сөздің өзі аспан деген сөз. Көк түріктер тәңірден жаратылған, тәңір текті, ел етмеш білге қаған мен деп сөзін бастайды. Сонда бұл қан деген адам, қан болған адам, патша болған адам сөз деген адам, ол тәңірдің қалауымен, тәңірдің әсерімен сол ел бастайтын қан болды деген мағынасын білдіреді. Сосын кейін екінші бір мәселесі, бұларда неге соның ішінде тәуешкін алды дегенде, ол көк тәңірден, көктен, аспаннан тәңірден жіберген, жерге жіберген тәңірдің елшісі ретінде қаралады. Бұл бір. Ал екінші, өзі жалпы қазақтың дәстүрінде де бір қора қой дейтін болсаң, сол қойды бастайтын серке ғой. Серке бастайды. Жоқты ел бастайтын кім? Серке. Мынау елдің серкесі деген білдіретін осындай жағдайда жаңағы рәмізді алынған. Ал енді осы дүние күні бүгінге шейін сақталып келді, соның ішінде белгі, бұны белгі деп атаған. Бұл елтаңба деген сөз. Ал одан бұрынғы мына тайпаларда, тайпалық одақтардың әр қайсының өзінің жаңағы рәміздері, нышандары, жаңағы белгісі болған. Ол әр тайпа сайын, әрбір тайпалық одақ сайын осындай болған. Сондықтан енді соңғы кездерде біз енді өте мәдениетті болдырамыз дедік, өз сөзіміздің мағынасына бармай, жаңағы араб парсы сөздерін алып кеттік. Сондықтан мен ойлаймын, бұл енді қазір бір жақсы сөз тауып алдық, елтаңба. Бұл жақсы атау. Түсінікті. Жалпы Қаржаубай аға, осы біздің бабаларымыз елтаңбаларға, белгілерге, рәміздерге қаншалықты мән берген? Енді мән берген соншалық, жаңа айтып отырмын ғой, жаңағы үлкен қанды құрғаннан бұрынғы тайпаларда, тайпалық одақтардың әр қайсысында өзінде рәміз, жаңағы елтаңба болған. Тас бетіндегі суреттерде көрсетіп кетеді. Мысалы, бір тайпаның малын біреу айдап бара жатса, екінші айдап, мысалы, ұрдап алып келе барады ғой, мысалы. Жылқы айдаған сияқты деген сияқты, жылқысын айдап бара жатқанда, соның жанында тас бетіндегі суреттер соның жаңағы елтаңбасын сақ қойған. Енді оны қуалап бара жатқан адамның жанында да сондай елтаңбасы бар. Анау басқа тайпа, анау басқа тайпа екенін сонда көрсетіп отыр. Жалпы елдің елдігін, өзінің ұлттығын көрсететін нәрсе бұл елтаңба. Бұны тегінде мынау қалай дегенде бұл жаңағы кие, иеге байланысты. Ие. Көбінде ие дейміз, тотем. Орысша айтатынымыз тотем. Бұны қазір қазақтар кие дейді, ие деп атап жүр. Осыған байланысты атаулары бар. Қазір ана Әбілғазы Баһадүрдің кітабында мысалы пәленбай тайпаның таңбасы пәленбай, ағашы мынандай,
атауы мынандай, ұраны мынандай деп шығып жатыр ғой. Сол сияқты бұл сонау ерте орта ғасырдан бастап кәдімгідей халықтың рухани мақтанышына айналған дүние. Бұл сонда оны сол соғалтмен сол аңның, сол дүниенің, сол киенің суретін соғалтмен салмайды. Оның сүлдерін гene салады. Сүлдері. Бұл абстрактикалық суреттер деген сөз. Абстрактикалық жаңағы тәуешкіні көрсеткен, серкені көрсеткен сияқты абстрактный рисунка дейді. Сондай дәрежеде салып, соны пайдаланып отырған. Көкбөрінің де мәселен көк түріктердің тағы бір рәмізі жаңағы елтаңбас көкбөрі. Оны да сондай мысалы пайдаланған деген сияқты осындай дүниелер бізде сонау көне дәуірден бері, ежелгі дәуірден бері сақталып келе жатыр. Түсінікті. Енді Қаржабай аға, мына бүгінгі біздің рәміздерімізде осы ұлттың бейнесі қаншалықты берілген? Мәселен, міне артымызда тұр. Ал енді мен бұнда айта кетейін, бұларда мына ең әуелі мына дөңгелек қып жасаған ғой мынаны. Елтаңбаны дөңгелек қып жасаған. Енді мен ойлаймын бұны, кезінде Совет үкіметі тұсындағы елтаңбаның өзі барлығы осындай болды ғой. Соның бір әсері болған болу керек, бұл бір. Негізі қандай болу керек? Енді бұны басқа елдердік болғанда сыртында ешқандай неменесі жоқ, ана шеңберсіз қып жасайды, бұлай ашық, тәуелсіз қып жасайды да. Ал енді мынада бізде болғанда мына жаңағы мына Жандарбек Мәлібеков ағамыз қалай жазды деген мына әуелі мына пырақталған. Пырақ бұл қанатты пырақ. Анау көне сақ скиф дәуірінен бері қарай бұл енді ат деген адамның қанаты ғой. Соған байланысты қанатты атталған. Ал енді қанатты аттың өзінде мүйіз бар. Бұл қалай дегенде сол кезде анау скиф дәуірінде, скиф сақ дәуірінде біздің жаңағы қандарымыз, ханзадаларымыз, сосын кейін манаптарымыз, байларымыз, осылар мына жоғарғы элиталарының барлығы аттарын маскамен киген. Маска. Сонда маскасында жаңа атында мүйізі бар. Осындай. Сондықтан бұндай аттарды олар киелі ат деп атаған. Киелі ат. Mesela киелі елік дейтін бар. Бір мүйізді еліктер. Бұны киелі елік дейді. Ана басқа қатардағы еліктерден басқаша бұл киелі дүние деп қойған. Ал мына аттарды мүйіз қылып жасағанда кезінде солайша атты олар жаңағы сәндеп маска жасап, мүйіз жасап киген өзі бұны киелі болдыру үшін жасаған дүниедер. Сонымен елтаңбаның өзі киелі дүние ғой. Yani бұл бір. Енді екінші жерде ана мүйіз бен қанаттың ортасында көрініп тұр екі жағында бірдей кереге. Бұл қазақтың керегесі. Мұнда оқ бар, 60-тай оқ бар. Бұл жаңағы бұл қазақтың әр түрлі тайпаларының бірігіп бір ортаға біріккендігін көрсетеді. Оның кейін шаңырақ. Ал шаңырақтың ортасында күлдіреуіш. Бұл жаңағы беріктіктің символы. Енді мына Қазақстандық жазудың екі жағында мына шаңырақтың төмен түсіп келген жерде екі немене бар. Босаға. Қазақ айтады, босағың берік болсын дейді. Ал енді жаңа түскен келіннің өзінде ақ босағадан ақ тілекпен кіріп кел деп айтып жатамыз деген сияқты. Осындай дүниелер. Ұлттық дүние біз мында керемет болған. Оның кейін Қазақстан деген жазу, енді әр жерде Қазақстан деген жазудың екі жағында қошқар мүйіз тұр ғой. Бұл жаңағы күлтегінің дәуіріндегі жаңағы арқар, жаңағы тәуешкі, жаңағы серкенің символ мәрежеде беріп отыр. Енді осы сияқты өте көп дүниелер біздің тарихи дүниелеріміз. Тарихи, рухани құндылықтарымыз. Оның қазақ халқының өзінің ұлттық менталитетіндегі дүниелердің барлығы осыған сіңген. Қамтып отыр дейсіз ғой. Сол арқылы біздің ұлтымыздың қандай ұлт екенін, қазақ халық қандай халық екенін тек осы арқылы танытып отыр. Енді оның ар жағында қанаттың ішіндегі апарып жаңағы масақ. Қазір қазақ халқыны дүние жүзінде мысалы мына бидай мен егінімен атақты ғой. Соның бәрін көрсету үшін бұларда жаңағы Жандарбек Мәлібеков ағамыз үлкен еңбек істеген, көп ойланған, көп ізденген. Енді осының алдында ғана жоқта бұл кісі осы неменің стандартын, мемлекеттік стандартын бекіту керек. Қай елде де мына сол елтаңбаның мемлекеттік стандарты болады, госстандарт. Сол госстандартын бекіту үшін жүгіріп жүр, осының атауларының бәрін қойды, 30 қанша атау шықты. Соның ішінде ананы біз бұрын енді пырақ деп жүрміз. Пырақ деген тағы біздің сөзіміз емес. Пырақ деген өзі парсы сөзі. Қазақша киелі ат. Киелі ат деп атау керек деген сияқты. Ана масақ, оның ортасында басқа дүниелердің барлығын қазақша атаулардың бәрін бір тексеріп шықтық, көріп шықтық. Ол кісіге
осының көңіліне өзі көбінде өзі жазған, енді біз 1,5 дәрежеден редакция деген сияқты осындай нәрселер болды. Енді осылай жатамыз. Біз енді рәміз деген сөзді тоқтатуымыз керек. Нышан деген сөзді тоқтатуымыз керек. Бұл арада бұл елтаңба. Бір ғана елтаңба болу бір таңба өзі міне герб пе? Герб қазақша атау елтаңба. Осылай кесуіміз керек. Осылай жаңағы ұрпағымызға, балаларымызға, халқымызға осылай үйретуіміз керек, оқулыққа да осылай енгізуіміз керек. Біз кейде өте бір мәдениетті болғымыз келіп, кейде бір былай бір бұрылып, ойбай мына герб деген сөзі орыс сөз екен, немесе латин тілінен келген дүние екен деп былай алып қашып жүреміз дағы көп дүниемізді білдіріп аламыз. Қазақша әдемі атау, елтаңба, жақсы қойылған атау. Түсінікті. Енді Қаржабай аға, біз білеміз, осы 90 жылдардың басында осы елтаңбаға байқау жарияланғанда сізді осы алыс Моңғол жерінде жатып өз жұмыстарыңызды ұсынғансыз, иә? Сол туралы айтып берсеңіз. Енді мына Қазақстан, қазақ елі, бұл ұлы қазақ деп айтатынбыз біз, ұлы қазақ. Ұлы қазағымыз жаңағы 300 жылдық колониядан құтылып, бодандықтан құтылып, ел болғанда біз шексіз қуандық. Бізде қуанышымызда шек болған жоқ. Енді ол кезде мен шетелде Моңғолияда жаттым, әрине, сонда тудым, сонда өстім, сонда білім алдым. Соның кейін жаңағы елтаңбаға жаңағы конкурс жарияланды ғой. Конкурс жариялағанда біз осыған кірістік. Жаңағы кім Өмірзақ Рысқан дейтін жігіт бар, қазір үлкен художник, суретші, қазір мына Алматы өнер академиясында профессор, сонда жұмыс істейді. Сол екеуміз бірігіп, кәдімгідей анау барыстың белін былай айландырып шығарып кеп, сол қанатты барыс қып жасап, кәдімгідей үстіп алып келдік. Енді оны көкбөрі қып жасағанбыз жоқ. Біз барыс қып жасадық. Сол дүниеміз мұнда келді, сол алғашқы іріктеу ішіне өткен екен. Артынан біздің неменеміз жобамыз іске асқан жоқ. Бірақ осыны жоғалып кетті ғой деп жүргем. Артынан Алматы Астанаға келсем, Астананың символына айландырып жіберді. Енді оны қай художник өзінің атына жазып алғанын білмеймін, бірақ алғашқы авторлары біз оны. Демек, плагиаттық болды дейсіз ғой. Плагиат енді біз плагиаттың көп қой бізде Қазақстанда. Жақсы, әйтеуір ел игілігіне жарап. Ел игілігіне жарағасын болды деді, соның артынан түспейтін ондай мәселе болған жоқ. Ал енді сол барысты бейнелеудегі мақсаттарыңыз не болды? Барысты бейнелеуінде біз оны жай ала салғанымыз жоқ. Оны біз анау көне сақтардың, скриптердің мұраларынан алдық. Оны Алтайда қазылған, мына қазіргі мына Сібір, Горналтай дейміз ғой, оңтүстік Сібірде қазылған жаңағы Аржанның неменесінен қорғандарынан шыққан сол мүсінді пайдаландық біз. Әйтпесе оны тағы біз ойдан шығарғанбыз жоқ. Өйткені ол көне сақтар, біздің ата-бабаларымыз ғой. Сол сақтардың жаңағы жануарлар стилін біз пайдалану керек болды. Жалпы мына дүние жүзінде біздің түрік этносы, түрік халықтарының әлем өнеріне қосқан ең үлкен дүниесі мына жануарлар стилі. Бұл тек қана біздің түрік этносының әлем сурет өнеріне, живопись өнеріне қосқан үлкен үлесі. Бұндай үлес басқа елдерде көп бола берген жоқ. Түсінікті. Енді Қаржабай аға, хабарымыздың уақыты да сусып өтіп жатыр. Соңғы сұрақ, жалпы осы бүгінгі күні елімізде осы елтаңбаларымызға деген құрмет қандай? Өз ойыңызды білдірсеңіз. Құдайға шүкір, енді бұл енді елдің, жаңа жоғарыда айттым ғой, елдің елдігін, ұлттың намысын, әрбір азаматтың намысы, әрбір азаматтың қуанышы, көз қуанышы, оның мақтанышы елтаңбасы. Елтаңбамыз көрінгенде біздің туымыз жаңағы спортшыларымыз жаңағы жеңіп шығып, жаңағы туын желбіреп, тудың астында тұрып жаңағы қазақтың жаңағы гимнін ойнағанда, әнұранын ойнаған кезде біз көзіміз жас шығып кетеді мәселен. Бұл ұлтқа деген, Қазақстан Республикасына, елімізге деген, отанға деген махаббат. Сондықтан елтаңбаның орны бөлек. Бұл біздің ең киелі дүниеміз. Басымыздағы үкіміз, жүрегіміздегі жаңағы шоғымыз, біздің намысымыз, біздің арымыз, елтаңба. Түсінікті. Қаржабай аға, сізге осындай мәнді сұхбатыңыз үшін алғыс айтамыз. Енді бүгінгі айтылған сөздерімізді қорытындылай отыра, қазақта бір жақсы сөз бар, туым жығылмасын деген. Сол тілегімізде сол, мәңгілік туымыз жығылмасын. Рахмет сізге. Рахмет. Қадірменді телекөрермен қауым, осымен бүгінгі хабарымыз аяқталды. Эфирде келесі жүздескенше аман сау болыңыздар.